Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Нағыз сырбаз жігіттер. 21 бөлім. Мырза, ояныңыз. Ей, мұның не? Қане тұр? Мырза! Ой! Мұнасы нес? Ояныңыз дейм, мырза! Тұр! Ей, жібер мені! 5 минут. Осылай жата тұрайықшы. 5 минут. Осылай жатсақ та, сені сезін алар емеспін. Джон, мен келдім. Біз қазір... Чанди? Мұнда не ғып жүрсің? Мен мұнда... Джегион, чемпионы ояту әркімнің қолынан келе бермейді. Тұрып қойдың ба? Сен бе? Сен мұнда қайдан тап болдың? Сұрағыма жауап бер. Бол тез. Бұл үйге кіруге кім саған рұқсат берді? Мен бердім. Ханым. Бірақ неге бұл қызды? Кездеспегелі біраз болыпты, ханым. Әлде президент деп айтқаным жөн бе? Бұрын сізді бұлай атамаппын. Мұнда не үшін жүрсіз? Ұмытпаған шығарсыз. Марқұм күйеуіңіздің өсиетнамасы бойынша осы үйдегі бүкіл қызметшілерге мен жауап берем. Бұны ешкім жоққа шығара алмайды. Тіпті сіз де. Сіздің бұл үйде жүргеніңізге қарсылығым жоқ. Бірақ мына қыз не істеп жүр? Оның осы үйде аяқ басып жүргенін көтере алмаспын. Дереу оны жұмыстан шығарыңыз. Бұл мүмкін емес. Ханым, оны жұмыстан қашан шығаратынымды өзім ғана білем. Бұған тіпті сіз де араласа алмайсыз. Әрине, оның кейбір кемшіліктерін байқадым. Әлі де үйренбегені көп. Сондықтан дәл қазір оны жұмыстан шығара алмайым. Егер жұмыстан шығарып жіберсем, жұрт менің басқарушылық қабілетім туралы не айтады? Ханым, неге тұрсың? Чанди, тез жұмысыңа кіріс. Әлі де істейтін тірлігің бастан асады. Мақұл, ханым. Сізге көп рахмет. Маған сенің ризашылығың керек емес. Мені дұрыс түсін. Не? Сені чемпион емес, Чунхи үшін жұмыстан шығарған жоқпын. Мен кеткелі чемпионы ойлап, сол үшін уайымдайтынмын. Ол кішкентайынан өте сезімтал болып өскен. Бірақ есейе келе тым қатайып алыпты. Маған Сохьон әпкеде солай деген еді. Ол күннен күнге өзгеріп келеді.
Бұл сенің арқаңда екенін мойындаймын. Мен осы отбасыны өте жақсы көрем. Сондықтан да кетпей тұрып, чемпионға барынша қамқор болғым келеді. Жасым 80-нен де асып барады. Жақсы мен жаманды ажырата алатын жастамын. Оны саған сеніп тапсыра аламын. Бастық. Мен оңаша сөйлескін келмей ме? Мына киім өзіңе жарасып кетіпті ғой. Қызметшінің киімі солай жараса қалатынын білмеппін. Джегион, мен білем. Маған айтуға батылың бармады. Қандай жағдайға тап болғаныңды да білем, Чанди. Маған айтсаң бәрін түсінетін едім ғой. кешір. Бірақ мен чемпионның қалыңдығы ғана емес, сенің құрбыңмын ғой. Сондықтан алдымен маған айтқанда бәрі дұрыс болар еді. Кешірші. Өтінем, мені дұрыс түсінші. Алаңдама. Бірақ мен бірдеңе айтуға келдім. Мен чемпионы оңайлықпен жібермеймін. Кейін өмірімнің соңына дейін өкінбес үшін қазір қолымнан келгеннің бәрін жасауға тырысам. Мен саған осыны айтуға келдім, Чанди. Сау бол. Кіріңіз. Джегион. Мені дұрыс түсін. Бәрін өз көзіңмен көрдің ғой. Ол кісі қазір... Жоқ, ештеңе етпес. Ол үшін алаңдамаңыз. Естігеніме қуаныштымын. Міне сондықтан сені жақсы көрем. Бүгіннен қалдырмай, ана қызды қуып шығам. Керегі жоқ. Не? Чанди құрбыма тиіспеңізші, өтінем. Джегион. Сізге тағы бір өтінішім бар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Гайыл, менен бірдеңе сұрайын деп бедің? Жоқ. Інже. Сіздер не үшін айырылысып кеттіңіздер? Алло? Шеберханадан енді шықтым. Я, білем. Егер бәрін жеп қойсаң, сенімен сөйлеспей қоям. Жарайды.
Не болып кетті? Онда басқа нәрсемен айналысайық. Жақсы, жақсы. Алло, Ижон? Алло. Қалың қалай? Бәрі жақсы? Ағаңды сағынған жоқсың ба? Анда-санда ағаңа келіп тұрмайсың ба? Кешірші. Даусыңнан қазір өте қуанышты көрінесің. Әрине. Себебін білгің келсе маған кел. Сені біреумен таныстырғым келеді. Кіммен? Оны көргенде таңғалатын боласың. Кел, бірге отырып біраз әңгімелесейік. Сені күтем. Аға, Не? сен бақыттысың ба? Иә? Сенің де бақытты болғаныңды қалайым. Ижон? Ижон? Ей, маймыл, өзіңмен не сүйреп әкелдің? Бүгінгі күннен бастап осы үйде тұрам. Мен чемпионның қалыңдығымын. Менің атым Хаджигон. Не? Ханым? Дайын ба? Иә. Кучумпио мен Хаджигонның үйлену тойына шақыру. Бұл не? Джегионның әке-шешесімен ақылдасып, үйлену тойын ертерек өткізейік деп шештік. Екеуіңде есейіп өсіп қалдыңдар. Шынына келсек, сендерді ертерек үйлендіргеніміз екі корпорация үшін де пайдалы болады. Бірінші бізден сұрауың керек еді. Мен келсем. Не? Джегион тойға дейін біздің қонағымыз болады. Отбасымызды жақынырақ тани берсін. Джегионның әке-шешесі де, мен де оны қолдап, осы үйге көшуге рұқсатымызды беріп отырмыз. Айтпақшы басқарушы Джон. Иә, ханым.
чемпионмен Жөгөн жақында шығатын Шинхуа корпорациясының қалта телефонының жарнамасына түсесіздер. Не? Кіммен? Соңғы жиында екеуің өте жарасып тұрдыңдар. Ақпарат құралдары бұл туралы жарыса жазды. Жүргізілген сауалнама бойынша сендер басқа үміткерлерден оқ бойы озып шықтыңдар. Джегион, бізге көмектесесің ғой, я? Әрине көмектесем. Мен бұған қарсымын. Чумпио, ымыраға кел. Бұл бизнестің басты ережесі. Бір минутқа келе аласың ба? Қалай, жарасып тұрма? Әрине, өте әдемі болып кетіпсің. Бұны маған чемпионның апасы берді. Көйлектің тұрғанына 20 жылдан асыпты. Тойға осы көйлекті кимекпін. Айтпақшы, мынаған қараш. Маған інжу алқа тағуға әлі ерте, сондықтан алғаш нәрестем туылғанда сыйға тартпақ. Өзің ойлаш, мен чемпионның әйелі болам. Чанди, маған уәде берші. Қандай? Алдымен келісемін деп айт. Қалыңдықтың құрбысы болуға келісесің бе? Не? Тойыма қатысып, қадірлі қонағым болғаныңды қалайым. Боласың ба? Бірінші дубль. 너무 당연한 듯 오늘 내게 안부를 묻네요. 난 그저 잘 지낸다 했죠. Қажеті жоқ. 정말 날 너무 모르죠. 아직 그댈 생각해요. 그댄 아마 알지도 모르죠.
Жиху, қыста балық аулау үшін шылаушың қажет. Мынау саған керек болады. Мінекей. Менімен барасыз ба? Он минуттан кейін шығамыз. Жиху! Қазір, күте тұр. Қазір. Апаң балық сорпасын өте жақсы дайындайтын. Бүгін олардың үйленгеніне 20 жылдай болып қалыпты. Әлі де көз алдымда тұрғандай. Әжеңнің неке жүзігін таққаны көз алдымнан кетер емес. Апаң осы жүзікті таққанына қуанып, жайнап кеткен еді. Осы ескі жүзікті таққанына не үшін мәз болғанын сұрап едім. Бұл әлемде бұдан басқа ұқсас жүзік жоқ деді. Балам, кешір. Кешірші мені. Сенің апаң менің кесірімнен қайтыс болды. Оған мен кінәлімін. Мені кешір, балам. Тек таңдаулы телефондар. Шинхуа. Енді не істемек ойың бар? Білмеймін. Есімнен алжасатын болдым ғой. Не істейін? Не істеуім керек? Не істейін, айтыңдаршы. Осы сұраққа өзің жауап бер. Бұл сұрақтың шешімін сен ғана білесің. Бұрын бұл мәселенің бірақ шешімі болатын. Ол үйлену. Ал қазір мәселені шеше алмай басымыз қатып отыр. Не де болса, куәгер болуға дайынмын. Бәрі дұрыс па? Нені айтасың? Өзің де білесің ғой. Чанди, енді шегінерге жол жоқ. Тойдың адам өміріндегі маңызды қадам екенін біле тұра, қол қусырып отырасың ба? Бұның не сенің? Тек таңдаулы телефондар. Шинхуа. Бұл оның тағдыры. Чемпионың маңдайына жазылғаны.
Алло, апа? Жағдайларыңыз жақсы ма? Гансан ше? Не? Жақсы тамақтануыңыз керек, апа. Сізге ауруға болмайды ғой. Я, мен үшін алаңдамаңыз. Өтінем, денсаулығыңызға қарап жүріңізші. Ақшаны үнемдей бермей, етті көп жеңіздер. Түсіндіңіз бе? Жарайды. Иә, атай. Қазір ме? Ой, кешіріңіз. Мұнда қайдан жүрсің? Ал сен қайдан жүрсің? Атам шақырды. Мені де шақырды. Мәссаған. Мұндай да болады екен, а? Кешіріңіз, мұнда не болып жатыр? Ең сымбатты ерлі зайыптылар байқауы өтіп жатыр. Ұтқан жұп сыйлыққа ие болады екен. Үйлену көйлектерін тегін кигізіп жатыр. Сыйлық дейсіз бе? Екінші орынға қақталған ет. Өтінем, денсаулығыңызға қарап жүріңізші. Ақшаны үнемдей бермей, етті көп жеңіздер. Бірінші орынға Ченжу аралына саяхат, екінші орынға қақталған ет, үшінші орынға терге арналған крем. Мүмкін бағымызда сынап көрерміз. Не? Кеттік. Қайда? Ей... Қараңдар, F4-тің мүшесі ғой. F4! F4! Камераға күліп қараңыз. Қане? Қане, 1, 2, жыжық күліңіз. Қанеки? Келесі жұп. Си! Иә, қане?
Жақынырақ тұрыңыздар. Си! 세상을 가진 것 같아 고마워 나만의 천사 좀처럼 널 사랑해 오늘의 I miss you 내 모든 걸 갖고 싶어 세상에 소리 질러 I love you 널 사랑한다고 여자가 돼 Джиху! Кешіріңіздер, біз Чеджу аралына бара алмаймыз. Сыйлықты ауыстыруға қарсы емессіздер ме? Әрине! Көп рахмет. Я, рахмет! Рахмет сізге. Міне, Джиху! Рахмет саған! Рахмет! Құрметті жолаушылар, ұшағымыз Чеджу аралына жақындап қалды. Орындарыңызға жайғасып, қауіпсіздік белдігін тағуларыңызды сұраймыз. 나도 나를 잘 모르겠어 내가 이럴 줄 몰랐어 당황스레 조심스레 자꾸 너만 부르잖아 사랑이 아니라도 내가 나 말리고 밀어내봐도 혼자서 웃고 울고 이런 나를 어떡해 Wish you my love 이제 내게로 와요 나도 원하고 있는데 영원을 약속한 단 한 사람 그대잖아요 біз келдік. Сенің үйленейін деп жатқаныңа әлде сене алар емеспін. Чандиді ертіп келдім. Әлгі маймыл Чандиді қалыңдықтың құрбысы болуға шақырды. Ал Чанди болса келісіпті.
Қалай ойлайсың? Қазір кім қатты қиналып жүр? Чанди, келдің бе? Келмей қалама деп қорқыттым. Рахмет саған. Чемпионың сені жақсы көретінін білем. Ішімнен сезем. Джегион, Жоқ. Оның әлі де сені сүйетініне күмәнім жоқ. Кешір, бұған мән бермедім. Саған әділетсіздік жасадым. Бұрын соңды бүйтіп ешкімге ғашық болмаппын. жоқ. О бастан саған айтпағаным үшін кешір. Иә, бірақ мұндай жағдайды айтып жеткізу оңай емес қой. Дегенмен, айттың не, айтпадың не? Мен чемпионы саған бермес едім. Иә, бермес едім. Чанди, сені сіңлімдей көрем. Өміріңдегі ең жақын адамдарың кім деп сұраса, мен ойланбастан чемпион мен сені көрсетер едім. Джегион, Мені кешірш. Жаныңды ауыртқаным үшін кешірш. Бәрін реттеуге уәде берем. Кешірш мені. Кешірш. 가지 말래도 멈춰서라도 너를 향해 가는 내 맘인걸 닿지도 않니 줄지도 않니 왜 이리 내 사랑은 추억 하나하나 새고 또 새느라 맘은 한시도 쉬질 못해 가누기도 힘들지만 될 텐데 왜 난 버리지도 못하는지 정말 가슴이 어떻게 됐나 봐 눈먼 사랑의 바보가 됐나 봐 그저 한 가지만 네 마음 한 가지만 내게 나눠주면 안 되니 Чемпион! Болды демал. Әйтпесе есіңнен танып қаларсың. Енді біздің кезегіміз келген шығар. Өзі де соны көздеген болар.
Сіз не үшін жігітіңізбен айырылысып кеттіңіз? Ал сен қалай ойлайсың? Есіңде ме? Жігітіңе сезіміңді айттың ба деп сұрап едім ғой. Әрине, айттым. Оны сүйетінімді 10 жылдай жасырып жүрдім. Бірақ Валентин күні өз сезімімді айтпақ болдым. Қолымнан келетініне толықтай сеніп, бар күшімді жұмсадым. Содан кейін не болды? Білесің бе, ол бұған көңілде аудармады. Одан кейін оны жүрегімнен бір жола сызып тастадым. Иығымнан ауыр жүк түскендей болды. Өзімді сондай жеңіл сезіндім. Қиын бір математикалық есептің шешуін тапқандай болдым. Бұдан кейін қиналған жоқсыз ба? Жоқ, себебі қолымнан келгенінің бәрін істедім. Сондықтан сен де оған сезіміңді білдірсең болады. Қорықпа. Серуендеу үшін қолайлы уақыт тауыпсың. Олардың есеппен үйленіп жатқанына әлі де сене алмай тұрмын. Қазіргі уақытта бұл сияқты үйленулер көбейіп кетті. Сонда сен де 이런 미래를 당연하게 받는 бұған қарсы емессің бе, Джон? Білесің бе, келешекте есеппен үйленсем де, менің өмірім өзгермес. Адам деген өз өміріне осынша жауапсыздықпен қарай ма екен? Сондықтан сенімен бірде-бір қыз ұзақ жүргісі келмейді. Сен қазір өзіңді ақылдығып, менің өмірім туралы бәрін білетініңді көрсеткің келе ме? Неге айтқан жерге бармадың? Үш жыл бұрын, Валентин күні. Суып кетті. Қонақ үйге қайтайық. Бүгінгі күн сенің чемпионмен соңғы мүмкіндігің. Уақытың аз қалды. Сенің көз жасыңды көрген сәттен бастап, сенің бақытты болғаныңды қалайтынмын. Сенің күлкіңді алғаш рет көргенде, сені ең бақытты адам деп ойлайтынмын. Енді ертеңнен бастап сол күлкіңді көрмей қалам ба деп қорқам. Алаңдама. Ол күлкімнен айырылмайым. Еш қашанда. Өйткені қасымда сен барсың, Джиху. Суық жел маған да жетіпті.
көз жасым ағып барады. Бәрі жақсы. Әлі күнге дейін көз жасымды сүртіп келесің ғой. Сондықтан да жылай берем. О, құдайым. Мұнда не істеп жүрсің? Күйеуімді көруге болмай ма? Шошақай. Енді дұрыстап сөйлесетін бол. Ертеңнен бастап мен сенің заңда елің болам. Оны саған кім айтты? Болды, ашуланба. Бізді ата-аналарымыз күтіп отыр. Өздері де келді. Ертеңнен бастап біз бір отбасы боламыз. Иә. Шинхуа мен JK корпорациялары және балаларымыз үшін көтеріп қояйық. Қашанға дейін үндемей жүрмексің? Әпке? Қашан келгенсің? Мені көріп өтірік қуанбай-ақ қой. Сенің тойыңа келгенім жоқ. Білем. Мен сондай ақымақпын. Кучумпио, сен қашанға дейін осылай үндемей жүрмексің? Сонда не істеуім керек? Бұрынғы чумпио бол. Шинхуа корпорациясымен өз атыңды өшіріп таста. Менің қолымнан келмеді. Бұны түсіну үшін біраз қиналғаным рас. Маған бір жігіттің қалыңдығы болуға мүмкіндік бермеді. Чунхи, Батылым жетпегеніне әлі де ұялам. Ұмытып кетем деп ойладым. Бірақ болмады. сол жігітті аяйсың ба? Жоқ, ол жігітте емес. Әлі күнге дейін мен сияқты батыл болам деп қателескен 20 жасар қызды аяйым.
Қымбатты бауырым, қандай шешім қабылдасаң да, мен сені қолдайтын болам. Өмірің қандай бағытқа жылжыса да, сен менің сүйікті інім болып қала бересің, Кучумпио. Айта бер. Жиху, сені бауырымдай көрем. Және әрқашанда солай болып қала бересің. Менсіз өмірің оңай болатынын да білем. Бірақ сен болмағанда не істер едім? Үйлену тойың болатын күні менімен қашып кететін ойың жоқ па? Мені ұр. Не? Әзілдеп тұрған жоқпын. Мені бар күшіңмен ұршы. Чумпио. Чандиді ұмыта алмайым. Сенің ойыңша қайсысы әдемі? Мынау ма? Әлде анау ма? Екеуі де өте әдемі екен. Рас айтасың ба? Сенен тек шындықты естігім келеді. Сен қалыңдықтың құрбысысың. Екеуі де әдемі деген жауап қабылданбайды. Кешір. Бірақ расында да екеуі де өте әдемі екен. Саған бірден айтуым керек. Хаджи Гён, заңды түрде Кучумпиоға күйеуге шығуға келісесің бе? Қуанышта да, қайғыда да онымен бірге болуға ант етесің бе? Ант етем. Ал сен, Кучумпио, Хаджи Гёнге үйленуге келісесің бе? Қиын сәтте оған арқау болуға, оны өмір бойы сүйіп өтуге ант етесің бе? Жоқ. Қолымнан келмейді.
Көчімпио, жай әзілім ғой. Неге сонша қатыгезсің? Қалжыңдап тұрған жоқпын, маймыл. Жоқ. Жоқ, Джигион. Саған үйлен алмайым. Джон, Кешір мені. бар айтатының осы ма? Онда заң мен полицияның керегіне? Мен басқаны сүйем. Өмірімде алғаш сүйген адамды. Өмірімнің соңына дейін оны сүйіп өтуге мен дайынмын. Әлі де маған күйеуге шыққың келе ме? Иә, Есің дұрыс па? сенің Чандиді сүйетініңді білем. Бірақ сонда да сенен айырылғым келмейді, Көчімпио. Сенің әлі де Чандиге адал екенің маған ұнайды. Бұны түсінуге де болады әрине. Себебі сен де мен де бірдей жағдайға тап болдық. Ол Чанди болғандықтан мен сені кешіре алам. Бұған шыдау оңай болмайтынын білем. Бірақ сен үшін тырысып көрем. Сәл ғана шыдасам, соңында мені сүйетініңе сенімдімін. Джигион. Бар айтарың осы. Осыған бола төзуге дайынмын. Көчімпио, Кешір мені. керегі жоқ. Тыңда, біз ертең осында үйленеміз. Өткенді ұмытайық. Ең бастысы, екеуміз бір-бірімізді сүйеміз және бақытты боламыз. Менен кешірім сұрамай-ақ қой. Өйткені кешірім сұрайтында ештеңе болған жоқ. Кеш болып кетіпті ғой. Ертең ерте тұрып, тойға дайындалуым керек. Ал мен кеттім. 멈춰서라도 너를 향해 가는 내 맘인 걸 닿지도 않니 줄지도 않니 왜 이리 내 사랑은 정말 가슴이 어떻게 됐나 봐 눈먼 사랑의 바보가 됐나 봐 그저 한 가지만 네 마음 한 가지만 내게 나눠주면 안 되니 나를 사랑하면 안 되니 Чумпио, уақыт болды. Ақырын шыға берейік. Убин. Не? Бір өтінішім бар. Қандай? Қолымды сындыршы. Не? Чумпио, Уақыт жоқ. Сен бір ұрсаң жетіп жатыр. Не дейсің?
Не істеп жатырсыңдар? Сен араласпа. Қолыңнан бар келгені осы ма? Бар тапқаның қорқақтарша қашып кету ме? Чанди, Сен қорқақсың. Өзіңе не керегін білмейсің бе? Егер де осылай қаша беретін болсаң, келешекте де талай рет қашатын боласың. онда маған үйленбе деп айтшы. Үйленуден бас тарт деші. Жиырма бірінші бөлімнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл. 잠시만요. 계속 미끄러져가지고.